Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі күні құрылымы күрделі теңдеулер туралы сіздерге түсінік бермекпін. Теңдеу құрамында мәнін табу керек болатын айнымалысы бар теңдік. Бір ғана арифметикалық амалмен берілген теңдеу қарапайым теңдеу деп аталады. X қосылған 15 тең 25-ге. 60 азайту A тең 50-ге. Бұл не балалар? Қарапайым теңдеулер. Құрылымы күрделі теңдеулер екі немесе одан да көп арифметикалық амалдардан тұратын теңдеулер. Қосу, азайту, көбейту, бөлу. Теңдеуді шешу теңдеудің түбірін табу. Теңдеудің түбірі тура санды теңдікке айналдыратын әріптің айнымалының мәні. Құрамы күрделі теңдеудің оның бөлшектерін ықшамдау керек. Мына жерде 100 бөлінген 5 қосу x тең 20 көбейту 4 күрделі теңдеу берілген. Осы күрделі теңдеуді алдымен жай теңдеуге айналдырып алайық. Ол үшін сол жақта 100 бен 5-тің бөлінісі 20-ға тең, қосу x тең 20 мен 4-тің көбейтіндісі 80-ге тең. Яғни біз күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырып ықшамдап алдық. Осы жерден x-тің мәнін табатын боламыз. 80 алу 20, x тең 60-ға. Міне бұл теңдеудің түбірі. Күрделі теңдеуді шеш және шешудің алгоритмін құр. Бірінші, теңдеудің оң жағындағы санды өрнектің мәнін есепте. 230 көбейту A қосу 40 тең 1000 бөлінген 2. Бұл күрделі теңдеу. Күрделі теңдеудің оң жағын алдымен орындап алайық. 1000 мен 2-нің бөлінісі 500-ге тең. Жазамыз 230 көбейту A қосу 40 тең 500-ге. Бұл теңдеуді әлде де ықшамдайтын боламыз. Екінші, амалдардың орындалу ретін анықта. 230 көбейту A қосу 40 тең 500 өрнегінде алдымен бірінші көбейту амалы орындалады. Содан кейін қосуды орындаймыз. Үшінші, соңғы амал бойынша белгісіз компонентті анықта. 230 бен A-ның көбейтіндісі бірінші қосылғыш, 40 екінші қосылғыш, 500 қосындының мәні. Ережені қолдан. Белгісіз бірінші қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайту керек. Бесінші, теңдеудің оң жағын ықшамдаймыз. 230 көбейту A тең 500 алу 40, 460-ға тең. Қарапайым теңдеуді шешеміз. 230 көбейтілген A тең 460. Амалдардың компоненттерін анықтаймыз. Бірінші компонент 230, екінші компонент A, көбейтіндінің мәні 460-ға тең. Айнымалы A әрпі екінші көбейткіш болып тұр. Яғни осы компонентті белгісіз ережені қолданамыз. Екінші көбейткішті табу үшін көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлу керек. Теңдеуді шешеміз. A-ны табу үшін 460-ты бөлеміз 230-ға. A-ның мәні 2-ге тең. Тексеруді орындайтын боламыз. Ол үшін ең алғашында берілген бізге күрделі теңдеудің орындағы A-ның орнына 2 санын қоятын боламыз. 230 көбейту A қосу 40 тең 1000 бөлінген 2 деген күрделі теңдеудегі A-ның мәнінің орнына 2-ні қоямыз. Тексерейік. 230 көбейтілген 2 460-ға тең, қосу 40 500-ге тең, тең 1000 мен 2-нің бөлінісі 500-ге тең. Яғни екі жағын теңестіретін боламыз. Теңдеудің сол жақ және оң жағындағы өрнектерді есептеп, теңдік сақталса, онда теңдеудің дұрыс шешілгені, яғни оң жағда, сол жағда 500-ге тең, біздің теңдігіміз
дұрыс шешілген. Міне балалар, күрделі теңдеуді осындай қылып шешіп үйреніңіздер. Балалар, назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.